Барша хабардар болсын, желіде жедел ақпарат. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлем және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабат оларын қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз басадық. Енді елімізде тұтынушыға сапасыз тауар сатқан кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Тұтынушылар көбіне сапасыз тауарды сатушыдан ауыстырып беруді немесе ақшасын қайтаруды талап етіп жатады. Еліміздің сауда министрлігі тұтынушылардың құқын қорғайтын заңды қатаңдатпақ. Енді тұтынушыға бұзылған сапасыз тауар сатқан кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Бұл туралы 31-ші арнаның инфобюро жаңалықтар бағдарламасы хабарлайды. Егер тауардың сапасы құртылып бүлінбесе, чегі сақталса және 14 күн ішінде апарып өткізсе, сатып алушы тауар ақшасын немесе басқа тауарға ауыстырып ала алады. Сол себепті сату орындарында айырбастап қайтарылмайды деген ұстанымға қарсымын. Бізде тұтынушылар құқығын қорғау департаменті осыған мән бермейді. Барлық дүкендермен және сату орындарында мұндай қағазды ілдірмеу керек, деді заңгер Венера Нұрғалиқызы. Басқаларды тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпай, қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.